Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге бір керемет обзор жасайын деп тұрмын. Мал шаруашылығына пайдалы нәрсені сіздермен бөліскім келіп тұр. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай торнадо деген универсальный дробилка. Бұл дробилка туралы айтатын болсақ, 220 вольттық және де моторы 3000 обороты бар. Жаңағы мотордың және де 4 ваттық. Бұл мотордың ішінде мынандай несі бар? Мынаның аты қалай еді? Мынандай маховигі бар. Бұның салмағы деген 10 килограмм. Жалпы бұл маховиктің арқасында моторға қатты күш келмейді. Және де бұл маховикта көріп тұрғандарыңыздай қарапайым мынау шөпке арналған шөп шабатын кәдімгі жапырақтар. Егер сізде андай заводской бір дробилкаңыз болса, ол жерде тісі сынып, оның тісін базарға барып іздейсіз, қиналасыз. Ал сіз мынаны шаруашылыққа айдалаға алып кетсеңіз, сіздің гаражыңызда, трактордың бардачогында бір жерде жоқ дегенде мынандай жапырақтар жатады ол. Өйткені өзім білем, себебі бізде шөп шабамыз. Бұл маховигі және де міне дробилканың өзі, қазір мен сіздерге көрсетіп өтейін. Ішінде маховигі бәрі қалай тұратынын алып жүрсек. Міне маховиктің өзі осылай тұр, осында орнатылған. Осы маховикті әдейілеп моторды қинамау үшін әдемілеп жасаған, дайындаған. Мынау жерге қарасаңыздар, ашып көрсетейін. Міне насадкасын осы жерден ауыстырасыздар. Қараңыздар. Бұл насадкасы міне шөпке арналған. Шөпті осының ішіне салатын кезде шөпті дробить ету керек болса, шөпті ұнтақтау керек болса, міне осылай осындай насадкасын тағасыздар. Және де бізде міне одан да бөлек осындай 3 насадкалары бар. Мынау мысалы үшін бидайды ұнтақтау керек болса, енді кішкентай размерде шығару керек болса, осыны тағасыздар. Мынау жүгеріге, обычно жүгеріні нетеді, ал мынау тағы да шөпке арналған. Осындай 3 насадкасы болады комплектті. Содан біз қазір мына жақтан мынандай қызық бар және де. Мысалы үшін жаңа айтып отырмын ғой, шөпті дробить ететін кезде мынаны ала саласыз, міне. Бұл алынбалы, салынбалы. Алдыңыз ішіне шөпті салып, кәдімгідей шөпті бытыстын шығарады ғой, мынау. Білмеймін, мощный анау. Мынаны былай қойсаңыздар, мына жерден бір жерге салып ек. Міне, мына жерде бидай. Бұның схемасы былай жұмыс істейді мына жаққа. Бұл мынандай нәрсе. Бүйтіп ашық қоясыздар, жауып қоясыздар. Ашық қойсаңыздар, міне, мына жерден ашасыздар, бидай астыға қарай түседі. Сонымен дробить етіліп, мынандай жағынан шығады ғой. Бұл жалпы күніне қанша килограмм бұрқыратуға болады? Күніге ме? Күніге. Бұл енді бір күнде мәселен işletse bunu 3 saat işletеді, ya 2 saat işletеді. 3 сағат, 4 сағат, 3 saat, 4 saat işletеді. 220 вольттық кәдімгі неге мынау дизельный моторлар бар ғой? Сонымен де завод етіп қосып қоюға да болады, я? Қоса болады, я. Онымен де болады. Және де жаңа біз бірдеме көрсетіп кетейін. Мына жерде автоматы тұр, міне. Бұл сіздердің жаңағы тоқты экономить ету үшін жаңа безопасность қой мынау, короче. Бірдеме замыкает, бірдеме болып жатса, қиналып жатса, автоматически өшіріп тастайды, сол кезде құртылмайды. Бұл енді сақтандыру жағынан. Қазір бәрін қосып сіздерге көрсететін боламыз. Қайсынан бастаймыз? Бидайдан бастайық. Қараңыздар, кәдімгі 220 вольтты апарамызда тоқты тағып. Жүгері, айтпақшы міне жүгерінде дробить етуге болады. Мынандай қатты үлкен жүгері. Мынандай үлкен кусоктары болса, мына жерден салып жібересіздер ғой. Салмай қояйық. Ал, бисмилла. Қосылды. Тамаша. Onu işlep қар ұрады. Қостыңыз өзі жұмыс істей береді. Қосып кетіп, шайға кетіп қалға болады ғой, қазір толтыр кетіп. Енді мынаны қараңыздар міне. Мынау қап-қатты жүгеріні осындай деңгейге дейін жеткізген. Негізі
осындай жүгері мысалы үшін, осындай жүгері 50 теңге тұрса базарда, мысалға келтіріп жатырмын да. Ал мынау жүгеріңіз уже сіздің 100 теңгеге өткізесіз. Көрдіңіз бе? Мынау аппараттың арқасында бизнесті жасап кетуіңізге болады, либо қорадағы бұқаларыңызға үгітіп беруге болады, тығындауға болады. Бұл жалпы пайдасы зор нәрсе. Қазір сіздерге шөпті саламыз. Қараңыздар, шөпті қалай дробить ететінін саламыз. Будай шығарасың? Бидай бар. Бидайды көрсетейміз сіздерге. Алғашқыда бидай. Бұның да схемасы осылай, аны ашып қоямыз. Бидай нан болғаннан кейін нанды сұрап қылмайық, нанды. Ол себепті қапқа салынсын. Дым қозғалмайды, металды қылшыл, кейбір дробилкалар орында шауып келеді ғой. Мынада ондай жоқ. Маған бір толтырасыз, сонымен қарап отырасыздар ғой. Ең бастысы, өз-өзіңізді қараңыздар, саусақтарыңыз, қолдарыңыз сығып жібермеңіздер, бірақ бұнда бәрі сақтандырылған қауіпсіздігі. Бидайды қазір кәдімгідей ұн қылып жіберген ғой. Тамаша. Ал енді кейбір адамдар шөпті де дробить етіп жатады. Бұл жерде олғанда қарастырылған шөпті де талқантылған шығарады қазір. Қараңыздар. Мынау қандай шөп осы? Біздің жақта Қарағандыда мысалы өспейтін мынандай. Саман. Саман ба? Саман. Саман екен ғой. Міне мына жерде қарап отырсаңыздар, былай мына жерге насадкасы салынады, шөптің насадкасы. Мына жерде насадкасын ауыстырып аласыздар. Мысалы үшін жаңағы шөптікін салдық, ұсыннан үстінен саласыз да, мына жерде міне осындай ілетін жері бар. Ілдік. Мына жағында мынаны ұстайтыны бар. Міне, шөп салатын кезде мынаны алып тастаймыз. Бұл жаңағы бидай анауынан. Жалпы міне осындай болып шықты. Қарасаңыздар, бұл дробилкадан осылай шөпті дробить етуге болады. Нағыз жаңағындай қораңызда сүтті сиырларыңыз болса, соларға осылай шөпті де дробить етіп беруге болады. Сабан шөпті көреміз бе енді? Кеттік ал. Машалла, міне. Daha boğar kal. Hadi. Қазір сіздерге қорытындылап бәрін көрсетіп шығамыз. Міне құрметті қазақ елі, қорытындылайтын болсақ, жүгеріні осындай деңгейге жеткізді. Жүгеріні былай қарап тұрсаңыздар ғой, қап-қатты кәдімгі. Тас болып қалған ғой. Осының өзін үгітіп жіберді. Мынау бидайымыз. Бидайдың түрі мынандай. Мынандай деңгейге жеткізді. До и после деген сияқты ғой. Мынау тюк шөп. Шөптің атын білмеймін. Шөптің өзін мынандай
ұсақ деңгейге жеткізген ғой. Машалла. Мынау сабан шөптің өзін көрдіңіздер, шампаның бір-ақ шығарды. Осының бәрі сіздердің сиырларыңыздың, қойларыңыздың жағдайын жасау үшін ойлап тапқан. Қойларыңыз артық шайнамау үшін, сиырларыңыз артық шайнамау үшін осындай условия жасап қойған. Жалпы, құрметті қазақстандықтар, құрметті қазақ елі, бұндай дробилкаларды қайдан, қалай тапсырыс беру керек екенін сіздерге айта кетсем, жалпы бұл дробилкалар Шымкент қаласында орналасқан. Осындай көп мөлшерде жасалып жатыр. Тапсырып беріп үлгеріңіздер, өте қолайлы, ыңғайлы дробилкалар. Жалпы, қалай тапсырыс беремін десеңіздер, міне осы номерге, осы тұрған номерге хабарласыңыздар. Қалай тапсырыс бересіздер, қайда тапсырыс бересіздер, жазыңыздар. Жалпы Қазақстан бойынша жеткізілу тегін, Шымкенттің ішінде де жеткізілу тегін. Жалпы бәрі сіздердің удобстволарыңыз үшін жасатылған. Хабарласыңыздар, торнадо дробилкасы деп жазсаңыздар, сіздерге жауап береді. Рахмет, назарларыңызға рахмет. Лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар.